Бәріңізге сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай ерекше қытырлақ сироптағы хворс дайындаймыз. Ендеше бастайық. Ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді салып, шым-шым тұз саламыз. Кішкене ғана саламыз. Көп болмайды және бір қасықпен араластырамыз. Үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Бір дана жұмыртқамызды қосамыз. Сүтімізді қосамыз. Барлығын қостық. Енді біз қолымызбен қамыр илейміз. Заттары қолжетімді, үйдегі бар заттармен жасауға болады. Қамырымызды біз илеп алдық. Осылай барлығын біріктіріп, жақсылап илеп шығамыз. Енді пакетке салып, тындыру үшін 20 минут пакетке салып қоямыз. 20 минут қойған кезде біздің қамырымыз жаюға ыңғайлы болып тұрады және жұмсарып, демалып тұрады. Міне қыздар, 20 минут өтті. Бізде осылай қамырымызды енді жаямыз. Шамалы ұн септік, жұқалап жайып аламыз. Біздің хворсымыз өте ерекше болып шығады. Басқа хворстарға қарағанда жасалуы да, көлемі де ерекше. Міне біздің нанымыз жайып болдық, жұқалап жайдық. Енді қазір біз барлығын кесеміз бірдей қылып. Мантыға кескендей қылып, осылай бірінші ұзына кесіп алып, содан кейін тағы да кесеміз. Біздің нанымыздың көлемі үлкен болмауы керек және 4 бұрышты болуы керек. Жандағы артық жерлерін алып тастаймыз. Соңында оны бөлек ұзынша етіп, кесіп қуырып алсаңыздар болады. Міне қыздар, біз осылай кестік. Енді міне ортасын көріп тұрғаныңыздай ортасын кесіп шығамыз. Енді екі жағын сәйкестендіріп, не көріп тұрғаныңыздай осылай бүгеміз. Екі жағын жақсылап жабыстырамыз, ашылып кетпеуі керек. Тағы да көрсетемін, міне ортасын осылай кесеміз. Тек ортасын кесеміз, жан жақтарын кеспейміз. Екі жағын бірдей қылып сәйкестендіреміз, екі жағын бүгеміз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Енді біз майымызды қыздырып қойдық, міне алдын ала. Жаңа бүккен нандарымызды босаған салып қуырып аламыз. Қарап тұрасыздар, бұл тез піседі, сондықтан да тек сарғайтып пісіріп аламыз. Қызарып кетпеу керек. Қызыл болса қатып кетеді. Сарғайтып аламыз. Енді қыздар, біз сиропымызды дайындаймыз. Өлшенген қантымыздың үстіне лимон қышқылын саламыз, жарты қасық. Және бір қасық, ас қасық балымызды салдық, медымызды салдық. Барлығын отта бір қайнатып алдық. Кішкене қайнағаннан кейін оттан алып суытамыз. Енді міне суыған біздің сиропымызға манағы пісіріп алған хворстарымызды бір малып аламыз. Жаңа біз сиропты кішкене біздің ішіндегі қанты ерігенше қайнаттық. Суытып, енді міне осылай малып аламыз. Бұл хворстың бір ерекшелігі көлемінде, түрінде және осы сиропқа малуында. Бір ерекшелігі осы. Басқа хворстардан барлығын осылай жасап шығамыз. Міне қыздар, біздің хворсымыз дайын болды. Міне осындай қытырлақ болып шығады және менің каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта торттардың видео рецептін шығаратын боламын.